Сәлем достар, бүгін мен сіздерге түрік халқының сүйікті тағамы жасымық сорпасы, яғни чечевичный суп дайындауды көрсетемін. Алдымен қазанға майды құйып, жақсылап қыздырып, үстіне пиязды салып, сарғыш түске енгенше қуырамыз. Содан соң үстіне 1,5 ас қасық ұнды салып қуырамыз. Енді үстіне көкөністер саламыз. Сәбіз және картопты салып 3-4 минутқа дейін қуырып алыңыз. Содан соң жуылған жасымықты салып, тағы да кішкене қуырып алыңыз. Енді үстіне 1,5 литрдай су құйып қайнатыңыз. Содан соң 1 ас қасық томатты салыңыз. Енді сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісейін. Көпшілігі горох пен чечевицаны ажырата алмайды екен. Горох бұл қуатты, бірақ ауыр ішті кептіріп жіберу мүмкін және ұзақ піседі. Ал чечевица керісінше жеңіл, тез піседі және асқазанға пайдалы. Мінекей менің сорпам қайнады. Енді осыны ыстықтай блендермен езіп аламыз. Мінекей жақсылап езілгеннен кейін дәміне қарай тұз, қызылбұрыш қосамыз. Енді оттың астын шығарып, 1 рет бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Содан кейін біздің тамағымыз дайын болады. Айтпақшы достар, менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Мадинадан рецепт. Ішінде пайдалы, жақсы, тегін ақпараттар өте көп. Сонымен қатар лимон салып, дәміне қарай қызылбұрыш қоссаңыздар, дәмі өте ерекше бола түседі. Сіздермен бірге болған Мадина, каналыма міндетті түрде тіркеліңіз. Және келесіде қандай тағам түрін жасағанымды қалайсыз, комментарияға жазыңыз. Міндетті түрде күтемін.